идея қарайтын болсаңыздар, Pinterest приложениесі бар. Бізде сторис оформление қарасақ болады. Және де осыны өзіңіз вариантқа өзгертіп ала аласыз. Осындай да овер арқылы, овер бізде қазір студия болып өзгерді. Осы студия арқылы жасауға болады. Мынадай жасау жолдары уже видео барлығы бар. Студия бөліміне кіреміз. Егер сторис қысатын болсаңыз, осы 1 дегенді басып, сторис форматы өзгерте аласыз. Міне 3:4, 9:6 формат сторис формат. Және астында жіңішке шрифт. Сізде нәтиже жоқ. Және осыны кішкентай қылып қоюға болады. Немесе мына бөлімден өзіңіз қазақша шрифт скричетті алсаңыздар, әртүрлісі бар. Оны қоюға болады. Мына сәл үлкейтеміз да, арасын ашамыз стайл бөлімде, екінші бөлімнен. Және ортаға қоямыз. Слой бөлімінен сурет удалить деп істейміз. Мысалдарға қарап өзіңіз жазсаңыз болады. Кішкене төмен түсірейік. Сохранить етіп аламыз.